Марат Ислам, жасы 13-те, туған жері Абай облысы, Аягөз қаласы, нөмірі 20-шы мектеп оқушысы, Семей қаласы. Қызығушылығы: актер, әнші, күйші, тележүргізуші, диктор. Жетістіктері: Түркия халықаралық байқауы 1-ші орын, Грузия Golden Summer халықаралық байқауы 1-ші орын, Жұлдызды қолтаңба республикалық байқауы Гран-при, Алаш өнер орталығы халықаралық байқауы Гран-при. Қайырлы күн, мен де жұлдыз боламын YouTube арнасында жаңа сұхбат. Бүгін бізде қонақта жас талант, жас өнерпаз Ислам Марат. Ислам, қош келдің, қалың қалай? Қош көрдік. Жақсы, өз қалдарыңыз қалай? Өзім қалым күшті. Алматыға келдің ба бүгін? Бұйырса, келдік. Негізі сен туған жерің? Өскемен қаласы. Бірақ Аягөз қаласында өстім. Осы жақында Семей қаласына көшіп кеттік. Сен өмшім көшпенді қазақ болыпсың ғой да? Көшпенді қазақпыз. Енді, Ислам, біздің YouTube арнамызда сені көретін көрермендерге өзіңді толық таныстырып өтсең. Құрметті көрермендер, менің толық аты жөнім Марат Ислам Жасланұлы. Жасым 13-те, сіздерге арнайы қонақ ретінде Абай облысы, Семей қаласынан сіздерге келіп тұрмын. Енді, Ислам, сен жалпы көркем сөз өнері бойынша үйірмелерге қатысасың, байқауларға қатысасың, Иә. Неше жасыңнан бастап? Өнерге 4 жасымнан бастап келдім. Яғни толығырақ айта кететін болсам, өнермен 6-7 жыл айналысып жүрмін. 4 жасыңда бардың ба? 4 жасында қандай өлең оқыдың? 4 жасымда ән орындадым, ал көркем сөзге 4 сыныпта келдім. 4 сынып, сен нешінші сынып оқисың? Қазір 7 сынып оқимын. 7 сынып? 3 жыл болды ма? 3 жыл болды. 4 жасында қандай ән айтып жүрсің сен онда? 4 жасымда Сергей Ибрагимовтың атын ұмытып қалдым. Жаяу жүре білсең деген ән орындағам. Жаяу жүре білсең, та-та-та-та деген ба? Күшті екен. Ал енді көркем сөзде қандай өлең оқыдың ең бірінші? Ең алғашқы орындауым 2019 жылы Алатау театрында Мұхтар Шаханов атамыздың Байқаймысың шығармасын алғаш рет орындағанмын. Осы көркем сөзде саған дәріс беріп жүрген, сені үйретіп жүрген ұстаздарың кімдер? Ұстаздарым өте көп. Айта кететін болсам, Мейірлім Жангелдина, Дәурен Есқали, Дәуренбек Мерғалиев және Айбек Омарбеков ағаларымнан қазіргі таңда білім алып жүрмін. Қазіргі таңда білім алып жүрсің ба? Иә. Ислам, енді жалпы көркем сөз жанры бойынша, көркем сөз өнері бойынша байқауларға қатысасың, е? Иә. Қанша байқауға қатыстың? Қандай жүлделі орындар алдың? Өте көп байқауларға қатыстым, көркем сөз жанры бойынша. Шамамен 15-20 байқауларға қатысып үлгердім. Оның ішінде ең қуанған жүлдем Түркия елінде 1-ші орын, Грузия елдерінде 1-ші орын және Өзбекстан елінде бас жүлде алған кезім, сол кезде өте қатты қуандым. Яғни халықаралық байқауларға барып жүрсің ғой, Әрине. Керемет. Енді байқаудан орын алмай жылап қалған кездерің болды ма? Әрине болды, жасырмаймын. Ол «Мен де жұлдыз боламын» жобасының финалында 2-ші орын алған болатынмын. Мен ол 2-ші орынды мойындамадым. Неге? Білмеймін, себебі үнемі бас жүлде 1-ші орын алғандықтан ба, мен 2-ші орынды мойындай алмадым. Бірақ қателігімді түсіне келе, мойындай келе өзімнің еңбек етуімді және жұмыс жасау керек екенін түсіндім. Әйтеуір «Мен де жұлдыз боламын» ренжіп қалған Ренжі шақ. Кәдімгідей көз бақырайтып қойып айтып отырсың ғой сен. Көңілі қалған байқау «Мен де жұлдыз боламын» екен. Енді өнерде, жалпы өмірде кімдерді үлгі тұтасың, кімдер сияқты болғың келеді? Өнерде әрине Дулығақ Молда ағамызды үлгі тұтамын және Димаш Құдайберген ағаларымның жолын қуғым келеді. Яғни болашақта Алланың қалауымен сол ағаларымдар сияқты болашақта жұлдыз болғым келеді. Өмірде өзіме тәрбие беріп жүрген ата-анамды үлгі тұтамын. Ислам, енді алға қойған негізгі мақсатың қандай? Өскенде ер азамат болғанда кім болғың келеді? Кім деп көреміз? Алға қойған мақсатым болашақта Алланың қалауымен өнер академиясына түсіп, актер мамандығын меңгеріп, болашақта әнші,
биші, күйші. Биші боласың ба? Иә, Қандай? биге 2 жыл қатысқам. Қандай би билейсің сен сонда? Бір Тамажай ма? Dance Mix деген жоба бар. Соның 2 жыл Заманауи би ма? заманауи. Мен сен қамажай билейді екен деп ойлап қалдым. Енді ислам, егер сенің қолыңда бір күш болса ше, Күш болса. сен нені өзгертер едің? Күш болса. Қандай нәрсе саған бұл өмірде ұнамайды? Болмаса Бұл өмірде бар ғой, маған Қазақстанда тұрып, қазақша сөйлемейтіндер ұнамайды. қазақтың Ана тілін дамытқым келеді өзім. Егер күш болса. Өте күшті жауап. Өте күшті жауап. Енді ислам, болашақта өзіңнің жұлдыз боларыңа сенесің бе? Әрине сенем. Болашақта Алланың қалауымен көптеген жұлдыздар бар ғой үлгі тұтатын. Соның жолдарын қуып, сол үздік ағамдар сияқты қазақтың ер азаматы актер болғым келеді бетке ұстар. Ислам, актер болғым келеді деп айтып отырсың ғой, жалпыша қандай рөл сомдар едің? Егер мен сені қазір осы біздің комедиялық сериалға түсші деп шақырсам, апай мен осындай рөл ойнағым келеді деп айтшы. Қандай рөл ойнайсың? Боевик жанрында бұзақының рөлін ойнағым келеді. Сонда сен андай ауылда бұрында деген мектептен шығып қалған төбелесіп жүретін едік қой, сонда төбелескіш баланың рөлін ойнағың келіп Сондай тұр да? баланың рөлін ойнағым келеді. Кімдер ұрасың? Қыздар ұрасың ба? Балалар ұрасың ба? Кіммен төбелесесің? Жалғыз менімен төбелесесің ба? Рөлге байланысты ғой. Рөлге байланысты. Арнағанмен төбелесің ба? Енді ол негізі бір жақсы жанр, бір тентек бала болу керек. Сол ислам болатын болды ғой біздің. Енді бұйырса, жазда сені біздің менде жұлдыз боламын биыл жаңа жобасы 5 жыл конкурс ұйымдастырдық. Енді 5 жыл кино түсірсек, сонымен мен өнерден қайтайын деп тұрмын ғой. Сол жастарға орын беріп, сендер сол өнер академиясына келіп алыңдар, сосын мен қайтам жаймен ше. 5 жыл кино түсіріп, сол киноға біз сені шақырамыз, Құдай қаласа, жаңа өзің айтқан тентек баланың рөліне дайындал. Енді жаңағы көрермендерге ескерте кетейік, неғып кішкентай балаға жаңағы әзілдесіп отыр деп істеп бүйтіп тырнақ астынан кір іздеп отыратындар болады ғой. Енді ислам менің көз алдымда осы 2 жылдан бері келе жатыр, өзімнің балам сияқты. Сондықтан жаңағы әзілдесіп отырған жайымыз бар. Ислам оған ренжімейді. Өзі біледі. Исламды былай кадр сыртында да көріп жүрміз. Сондықтан ислам, саған бүгін уақыт бөліп Абай облысынан бізге келгеніңе рахмет. Мен саған Абайдың 45 қара сөзін оқы деп кеңес беремін. Абай облысында тұрғаннан кейін бірінші өзіңнің бабаңды зерттеп, соның кітабын оқып ал. Енді өзің сияқты осы конкурсқа қатысып, өнерде жүрген өнерпаздарға қандай тілек айтар едің? Сіздерге айтатын тілегім, өмірде ешқашан тоқтамаңыздар, тек өздеріңізге сеніңіздер. Жаттаймын десеңіздер, жаттаңыздар, еңбектенемін десеңіздер, еңбектеніңіздер. Тек еріншектік деген ұғымды саналарыңыздан алып тастаңыздар. Айтарым сол сіздерге. Керемет. Балалардың бәрі пысық. Маған айтатын сөз қалмады. Саған рахмет. Болашақта сенің актер боларың әрине мен сенемін, өте пысық баласың. Құдай сенің жолыңды келеңіз келетін сынақтардан сақтасын. Өзіңнің арманыңа сүрінбей жетуіңе тілекшіміз. Ата-ананың үмітін ақта. Өнерде, өмірде үлгі тұтатын адамдар сияқты болуыңа шын жүректен тілектеспіз. Бірақ Ислам Марат бол. Өзің бол. Ал біз құрметті көрермендерге келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз. Ислам, саған рахмет. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.